өз құқығын қорғадым. Болмаса мені азаматына Қазақстан айырасаңыз, үмітсін. Есаға бұл тыңдалап қой жоқ қой, бәрі статистика өсіп көріп жатыр ғой. Әлеммен. Төртші бар, 419, істемейді де олар, наркотик істейді. Деймісің, прокуратурадан бұл не сөз? Не деді, үмітсін. Шынымен, айтқады. Дәлелдеме ұсынып видеоны көрсетіп отыр. Орында шынап бер қауымның соғысы бар, үмітсіз. Маған ескерту емес, ана қолыңыз астында сен бестікті ескерту істеңіз. Мен өзім ақиқатым, мен сұрақтан оқпаймын. Аллах еді, сұрақтың патологиялерден мен қорықпаймын сұрақта. Бірақ мен әрбір кішкене наркотик күресемін. Сізге бес адвокатын айтудай айтып жатыр. Бәрі не olur, сіз соғысы, құрметсіз. Сіз ойламаңыз, шпеттен лайық шығар деп. Негізгі мәселе өзім түсінген бойынша бұл видео жүзінде дәлелденіп отыр. Өткенде бұл жерде көп қателіктің бәрі тергеушіден басталған. Тергеуші өзінің қойған сұрақтарына жауап бере алмай, бәрі есімнен шығып кетті деп, ешқандай видеоны талқыламаған, көрмеген, алда келіп тұрған адамды бірден қамауға ала салған болды. Тергеушінің қателігі. Екінші, прокурорлар енді солардың сөзіне сеніп отыр ғой. Бұл жерде қанша процесте көріп жатырмын, потерпевшінің өзі, арызданушы. Ол да өзінің сұрақтарына жауап бере алмай, сұрақтарға әртүрлі жауаптар беріп жатыр. Одан кейін себеп прокурор да өз сөздеріне көп айнып отыр. Біресе былай сөйлейді, біресе былай сөйлейді. Ал прокурордың қасында отырған адвокат прокурордың айтқанымен сөйлемеу керек. Ол өзінің ойындағысын айтып жеткізу керек. Просто біз президенттен сұрайтынымыз, нағып болса тыңдаушыларға сөз бермейді. Біз әділеттікті таңдап жүрген кейін халқымыз әділетті болу үшін біз тек қана сотта болған әділетсіздік нәрсеге қарсымыз біз. Бұл жерде ешқандай тергеу амалдары жүргізілмеген де, берілген қағаздар бәрі уақытылы өткізілмеген негізінде. Барып тұрып, қанша жазықсыздан жазықсыз бір баланы қамап отыр. Сонда не дейді анау? Қазақта мақал бар ғой. Айран ішкен құтылады, түбін жалаған тұтылады дейді. Онда бұлар битек. Біреуді біреу ұрып атса, араша түспей жүгіріп қашып кетейік. Онда сол дәрежеге жеттік онда біз. Осы әділетсіздік сонда болып тұр. Онда кімді кім қорғайды онда? Бізді үкімет қорғай ма, или үкіметті біз қорғаймыз? Қорғайтын болса бізді соттаймын әлде. Вот соған көзіміз жетпей отыр. Бірақ көп нәрсеге көзіміз жеткені бұл жерде сотта әділетсіздік болып отыр. Мейірхан Елеуіз жазықсыздан жазықсыз қамалып отыр. Оның 6 ай 7 ай болып отырғанда кім жауапты болады? Вот соған таңғалып отырмын. Құрметті Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, Қазақстандағы біздің өзіміздің ата заңымызды өзгертсеңіз жақсы болар еді. Себебі екі адам төбелесіп отыр, бір адам ажырататын болса, сол адам кінәлі болып кетеді екен. Негізі, енді ажыратпасаң тағы да кінәлі боласың. Қасында не үшін тұрдың деп. Сол себептен осы заңға бір жақсылап өзіңіздің оң көзқарасыңызды көрсетсеңіз деп ойлаймыз.